Сәлеметсіздер ме оқушылар, біз бүгін қазақ тілі пәнінен киім деген тақырыпты бастаймыз. Оқу мақсатымен таныс болсақ, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау. Киім өндірісінің заманауи технологиясын көпшілікке арналған және жеке үлгілер деп екіге бөледі. Бірінші түрге жататын киім цехтар мен модельдік үйлерде белгілі бір өлшем кестесі бойынша көп етіп шығарылады. Ал екіншісі жеке адамның тапсырысымен арнайы шеберханаларда тігіледі. Тапсырыспен тігілген киім негізінен жалғыз дана болуы тиіс. Ал жұрттан ерекшеленгенді қалтасы қалың немесе өте танымал адамдар жақсы көреді. Ешкімде жоқ дүниеге ие болсаң, әрдайым елдің назарында жүресің. Клиент киімнің үлгісін, фурнитурасын, матасын мақұлдағаннан кейін сол киімді тігуге кірісеміз. Бұл жұмыс арзандау матадан сол киімнің бір үлгісін тігуден басталады. Ол мата арзан болғанымен, құрамы жағынан негізгі пайдаланатын матаға ұқсайды. Киім адамның денесіне қонымды болып тұру үшін ең дұрысы тапсырыс берушіге 2 рет кигізіп өлшеп көру керек. Барлық жағынан ойдағыдай болып шықса, клиенттің өзі таңдаған матадан жаңа киім тігіледі. Содан кейін анау-мынау жерлерін жөндеп, түймесін қадап, тігістің қандай болып тұратынын көру үшін оны клиентке тағы бір рет кигізіп көру қажет. Мұқият өлшеп болғасын, киімді толық өңдеуден өткізеді. Қатал климат, мал бағу, көші-қон көшпенділердің киімдегі әрбір элемент өз өмірлерінің осы ерекшеліктерін ескере отырып пайда болды. Қазіргі тілмен айтқанда, өз киімінің креативті дизайнері де, киім құрастырушысы да дала ұлының өзі болған. Бейнероликті тамашалап болсақ, оқушылар, келесі тапсырманы орындаңыздар. Оқулықтың 26 бетіндегі 9 тапсырмаға назар аударыңыздар. Диалогты керекті сөздермен толтырыңыздар. Киім неден тігіледі? Киім тігіледі. Киім адамды неден қорғайды? Адамды қорғайды. Бас киім нешеге бөлінеді? Бас киім және болып 2-ге бөлінеді. Әйелдердің бас киімі қалай ерекшеленеді? Әйелдердің бас киімдері және байланысты ерекшеленеді. Яғни осы көп нүктенің орнына қажетті сөздерді өзіміз қоямыз оқушылар. Сабақ тапсырмасын толық орындап болсаңыз, оқу тапсырмасына құлақ түріңіз. Оқулықтың 26 бетіндегі 8 тапсырмаға назар аударыңыз. Сөздерді орнына дұрыс орналастырып, сөйлем құраңыз.